Күнделікті өмірде жастар өздерінің ойларын әртүрлі тәсілдермен білдіруге тырысады. Солардың бірі әрине би. Бүгінгі біздің топ 5 айдарымызда жастар би жайында әңгіме қозғаймыз. Брейкденс көше биінің түрі және хип-хоп мәдени бағытының бір тармағы. Брейкденс қиын акробатикалық шеберлікті қажет ететін бидің түрі. Бүгінде бұл брейкденстің негізгі екі түрі бар: астыңғы экстрим және жоғарғы брейкденс. Егер біріншісінде биші етенде көп күш қажет ететін ауыр акробатикалық қимылдарды қолданса, жоғарғы брейкденс болса дене пластикасын қажет етеді. Биші таңқаларлық және физика заңдарына қарсы келетін акробатикалық қимылдарды ауа кеңістігінде орындайды. Брейкденс алғашында 1960 жылдары Нью-Йорк қаласында пайда болған болатын, алайда өзіндік бидің түрі ретінде тек 1973 жылы ғана қалыптасты. Жыл сайын брейкденс бишілерінің арасында өтетін көптеген жарыстарды тамашалауға болады. Acid House музыка стилі танымал кезеңінде пайда болған билердің бірі Мельбурн шафл. Бұлай аталу себебі бұл бидің түрі 80-ші жылдардың аяғында Австралияның Мельбурн қаласындағы андерграунд сахналарының бірінде пайда болған болатын. Бұл биде джазда кездесетін жылдам қимылдардың қосындысын кездестіруге болады, бірақ заманауи түрде, және оны әртүрлі электронды би музыкасына билейді. Кей кезде бұл биді hard dance деп те атайды. Шафл бастапқы негізгі екі қимылдың қосындысынан тұрады, ал қимылдың қосындысын шафлинг деп атайды. Мұның аудармасын аяқты сүйрету немесе аяқпен жер бетімен сырғанау деп түсінуге болады. Америкалық LMFAO хип-хоп дуэті өздерінің Party Rock атты бейне клипінде шафлды билейді. Тіпті ортасында Everyday I'm Shuffling деп те атап көрсетеді. Booty Dance немесе тверк 21 ғасырда өзінің танымалдылығын жинап келе жатқанымен, оның шығу тарихы әлде қайда терең. Ең алғашында тверк Африка тайпаларындағы әйелдердің биі ретінде пайда болған болатын. Бұл бидің түрінде бөксе, іш және де көтен қимылдары жаппай қолданылады. Әсіресе ер жігіттердің көзін аларлық көтен қимылдарын көптеп пайдаланады. Қазіргі таңда тверк биін билейтін қыздарды шетелдік хип-хоп әншілері жаппай қолдануда. Ал Рианна, Бейонсе және Иги Азалия сияқты әлемге әйгілі әншілер болса өздерінің би қойылымдарында Booty Dance'ты билейді. 21 ғасырда танымал болған билердің бірі Тектоник. Алайда көпшіліктің бұл биді Тектоник деп атауы дұрыс емес. Себебі Тектоник осы бидің түрін өзінің рекламалық бейнеролигінде қолданған коммерциялық бренд. Тіпті осы бидің негізін салған әйгілі биші Спок бұл бидің Тектоник деп аталуына қарсы. Ол өзінің берген сұхбаттарының бірінде Тектоник деп атамаңыздар, себебі Тектоник бренді бұл биді қаражат табу үшін қолданып жатыр. Менің биім Тектоник емес, сіздер оны электроденс немесе Milky Way деп атасаңыздар болады деп жауап берген болатын. Ал би стилінің өзіне келетін болсақ, джамстайл, хип-хоп және техноның қосындысынан тұрады. 2007 жылы өткен Париж технопарад атты фестивалінде алғаш рет көрсетілген бұл бидің түрі YouTube сияқты бейне тарату сервисі арқылы көпшілік арасында танымалдылығын тез жинады. Қазіргі таңда жастар арасында ең танымал билердің бірі әрине хип-хоп. Бұл жай ғана музыканың немесе бидің түрі емес, оны өмір сүру стилі және жастардың өз ойын білдіру тәсілдерінің бірі ретінде қарастыруға болады. 1974 жылдары бастау алған кезде хип-хоп стилі саяси әлеуметтік проблемаларды және нәсілдік теңсіздікке қарсы күрес ретінде пайда болған болатын. Хип-хопта стильдер мен қимылдар көше биіне сәйкес әрдайым өзара ұйқасып тұрады. Әрбір хип-хоп биді шығармашылық ретінде қарастыруға болады. Қазіргі таңда бұл биді үшке бөліп қарастырады: брейк, паппинг және локинг. Хип-хоп кең тараған би түрлерінің бірі. Оны фильмдерден, мультфильмдерден, жарнамалардан және компьютерлік ойындардан кезіктіруге болады. Бүгінге осы. Егер бұл видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз. Ал қазірше біздің Канада елі туралы және мәңгілік террариум жайында жасаған шығарылымды қарауға кеңес беремін.